3 қарапайым қадам. Бірінші, көмірсуларды азайтыңыз. Ақ нан, тәтті тағамдар, газдалған сусындар орнына көкөніс, ақуыз және пайдалы майларды таңдаңыз. Екінші, тамақтану аралығын ұзартыңыз. Жиі шағын тамақ ішу орнына күніне 2-3 рет қана тамақтаныңыз. Үшінші, күнделікті қозғалыс қосыңыз. Кемінде 30 минут жаяу жүру немесе жеңіл жаттығу жасау жеткілікті. Бұл әдеттер предиабетті толыққанды қант диабетіне айналдырмауға көмектеседі. Айтпақшы, біздің арнаны көп адам көріп жүр, бірақ олардың көбі жазылмаған. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, жазылып қойыңыз. Бір ғана басу осындай қазақша, шынайы ақпараттың таралуына тікелей үлес қосады. Менің бір таныс апайым бар еді. 58 жасында дәрігерлер оған преддиабет деген диагноз қойды. Ол басында мән бермеді, бірақ уақыт өте келе шаршаңқылық, ұмытшақтық, түнгі зәр шығару жиілеп кетті.